Селям алейкум, эфирде хаберлер. Студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бойле мәлімат. Твое правительство адлы хасында штраф етмек үшін аризалар қабулы октябрьнің 27-сіне жетде вам еттірілді. Крым хлеб музейсиясында милли лейхан насыл амелге кечірілі. Қырымда инсан омырғасында уникаль операциялар кечірілі. Қырым көрешчелері Жұмхурет мұсылманлары мұфтисынден бақшыш оларақ қой елде еттілер. Селимовлар құрантасы мескен шарайтлерінің еліштірілівіне мұқтач. Яқын 5 ел ішінде Жұмхуретінің планларына яңы хастаханелер, мектеп ве бала бақчаларының құру жылғы көрсетілді. Бұ ақта Қырымның ел башчысы үкіметінің чалышма планлары ақында япқан марузасында білдірді. Бұндан да ғайра Аксенов чөплік чықарылуының екене тариф ақында тариф етті, бір қач суағы эксплуатацияға көрсетілежек ве 30 бен зияде мұқтаж олған құранта мескен елдетежек. Қырым халқара диқат мерkezінде болуына оның үшін ярмадамыз ақында ақиқатны тек мында дегілде, четелде де білежеклер деп қайдатты Жұмхурет елбасшысы. Чтобы добиться прорыва информационной, гуманитарной, экономической блокады, коллеги, будем расширять практику проведения в Крыму акций дружбы и сотрудничества с иностранным участием. Хорошие результаты приносят визиты в Крым иностранных делегаций. Как отмечает Министерство иностранных дел Российской Федерации, позитивные впечатления зарубежных гостей от уровня бытовой инфраструктуры и экономического развития, состояния культурных объектов, настроений крымчан являются действенным средством контрпропаганды. Қырымда твое правительство адлы кадрлар лейхасында штраф етмек үшін весиқалар тапшырылуының соңғы күні октябрьнің 27-сіне кечірілді. Более қарар тешкелі комитетінің топлашывында қабыл етілді, чүнке весиқаларны топламаға ве истек білдірмеге етіштірмегенлер олды. Ең популяр вазифе Қырымның иқтисаден кешав везірі. Көй хожалық везірі вазифесіні селейхадан алып ташладылар, бұл ерде Андрей Рюмшин қалды. Оны Қырым везірлер шырасы ресінің муавина вазифесіне де тайынледі. Оның үшін іштіракчелерге башқа ерлерге диқат әрмаға тевсие етілі. Қатырлатамыз бұрынжы басамақта іштіракчелерінің анкета ве биографик мәліматына қиметке суф назарда тұтыла. Бұндан да ғайры іштіракчелер екі дақалық видеопрезентациясының язмақ ве бойлы етіп, өзлері қанда тариф етмек кереклер. Емде сайын кешафы мевзусында эссе азырланмалы. Екінші басамақта іштіракчелер Русия қанулары ве рус тілі бойынша тестлер кечежеклер. Конкурстан невбетекі басамағы жанлы яйында теледебатлар олачағы 4-ші басамақта Жұмхурет елбасшысы екі намзетнен субет кечережек Велейханын ғалибыны белгілейжек. Намзетнің зенат чүзгілеріне көзетіжі шыра қимет кесежек. Оның теркібінде девлет ве шақси мөсеселерінің векілері, профиль мотихасыслар ве алимлер жематшылар олачақ. Лейхада штраф ету шартларының Қырым Жұмхурет акимиетінің порталында таныш олмаға мүмкін. Ялта шері бала Дениз мерkezінің талебесі девре әлем Дениз саяхатында іштірак етежек. Уникаль экспедиция ноябрьнің борынде башланacak. Бұл вақиғанен оны Қырым Жұмхуретінің елбасшысы Сергей Аксенов хайырлады ве Қырым Жұмхуретінің байрағыны бағышлады. Ялта шері бала Дениз мерkezінің юнгасы Илья Сергеевич Веденмерні хайырламақтан мемнуным. Оңа девреалем Дениз сияқаты Палада адлы фрегаты үстінде Владивостоктан Вальпараисоға же Қырым Жұмхуреті тақдим етмек шерефі тұшты. Экспедиция Русиялы дениз жилерінің Антарктида ачқанларының 200 елығына ве Улы Ватан женкінің 75 елығына бағышлана. Сияхатқа Русия дениз клубларының 5 яш дениз жысы чықажақ. Декабрьнің башында Калининградтан да 2 елкен ялда башлайжақ экспедиция 2020 сенесінің соңында екінленежек. Қырымның мұфтилігінде ярмадамызның ең көчлі көрешчілерінің мүкафатладылар. Көреш бойынша дүния чемпионатында еді қырымлы спортшы штыракатты. Олардан екісі көміш медалер қазандылар. Ярыш қазан шерінде кечті. Тетбірде дүнияның 42 мемлекетінден 250 спортшы штыракатты. Көрешчілеріні бүгін Эмирали Аблаев хайырлады. Тәфсілатлы жабы зімлевқамызда. Муфтилик назбарында ярымаданын эн күчлі күрешчілері топланды. Күреш бойынша дүния чемпионатына мүкафатлар қазанған Қырым спортчыларыны Эмирали Аблаев хайырлай. Бұл кім? Сетумеров Марлен? Сетумеров Марлен.
Меня тоже не пропускают. Неме? Yarış Kazan şehrinde keçti. Tedbirde dünyanın 42 memleketinden 250 sporçu iştirak etti. Kırımlı 7 kureşçi takdim etti. Onlardan ikisi kumuş mükafatlarını kazandılar. Марлен Сетимеров из Крыма. Galiplerden biri İslam Terek rayonunun Seyiteli köyünden Marlen Süntumerov oldu. O 90 kilogacı çeki kategoriyasında kumuş kazandı. Birinci tutuşuvdan kuruşçu galibiye yolundaydı ama finalda Ufa şehrinden kelgen defalarca çempiyonga yutkızdı. Все, досрочно выиграл, получается. Marlen Süntumerov sportin 11 yaşından beri uğraşa başında o tek hobi edi. Şimdi ise yaşayış tarzı. Kıyın idmanlar, sonsuz yarışlardan son sporçu milli kureş boyunca Kırım çempiyonu unvanını kazandı. 2 yıldan beri o 90 kiloluk çeki kategoriyada birinci yer kazanıp maşına aldı. Bugün ise Kırım muftisi bergen bakşışnen yani koynen kayta. Ну, я не знаю даже ответить. Тяжело ли было сражаться? Ну, конечно, было тяжело. Естественно, тяжело. Все же сильные бойцы, все готовились. Ну, так как получилось, мы чуть более подготовились. Epsi sporçular fahri yarlıklar ve bakşışlarla takdirlendiler. Emirali Ablayev'in aytkanına göre bu milli spor çeşidi halkımızın medeniyetinin muhim kısmıdır. Elbet mallar çok güzel güreşmeleri yaptıkları, aldıkları, kazandıkları medaller elbette ki milletimiz için, bizim için, hepimiz için bir gururdur. Ama elbet güreş çünkü tendiriz, akıl, fikir, feraset her bir şey. Tek güçte mesele değildir. Çünkü o güreş demek bütün vakit insan tendiriz gezer. Yapacak işini, söyleyecek sözünü her şeyini düşünüp yapar. İşte bugün bizim için çok kıvanç, sevinç ballarımızın bile olması. Miqyaslı turnir bizim sporçularımız için timsal taşıgan tedbir oldu. 11 yıldan beri ilk sefer Kırım'ın cima takım kuruşçileri dünya çempionatında iştirak ettiler. 30 bin seyirci var edi. Ne vakit ilan ettiler finalda Kureşe Setumerov Marlen ya da bu Azim Halilov bu da bu kumuş medaline nail oldu. Anda şaştılar bu nasıl bekim yanlışkandır bu Kırım nemede bütün dünya çempionatında Kureşe'de. Yunan Roma kureşi boyunca olimpik çempiyonu Rustem Kazakov aytkanına göre böyle çempionatlar olğanı sebebinden sporçular doğru terbiye almaktan gayrı er vakit galip olmağa tırışalar. Я горжусь за своих ребят, которые выезжают на чемпионаты мира, выезжают на международные соревнования, выезжают на чемпионат России, и они достойно выступают, занимают призовые места. Это счастье для меня. Почему? Потому что, во-первых, они прославляют наш Крым, что действительно Крым цветет, расцветает. Kırım kureşçileri onlarca galibiyete nail oldular ama sporçular erişilgen seviyede toxtamaylar. Onlar endi navbatdagi yarışlarga Kırım'da keçirilecek kureş boyunca bütün Rusya çempionatına hazırlanalar. Naciye Isayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Kırım musulmanları muftisining muavini İslam dininin idealları ve kıymetleri 21. asırda tahsil fezasında adlı 12. Halkara ilmi ameliyat konferensiyasında iştirak etti. O Ufa şehrinde 4. Евразия гуманитар forumu çerçevesinde geçti. Tedbirni post-sovet devrinde birinci açılgan Rizaeddin Bey Fahreddin adına musulman medresesinin 30 yılına bağışladılar. Kırımda İslam tahsil inkişaf etü vaqtındaki maruzasının Esadullah Bayırov çıkışta bulundu. Kırım'daki işte İslam okutuluğunun, İslam образованиясымен alakalı nasıl işler yapıla, neler yapıla, evvelden tarihten gelgen nasıl bir tradisyamız var ve bugün de biz onu nasıl üstünde çalışamız. Bu mevzuda çıkış yaptım. Kuvandıra ki komşu devletler de evvel işte Sovyetler Birliği'nin evvelde işte devletleri, SNG devletleri de pek aktif katnaşalar. Kazakistan, Uzbekistan, Kırgızistan gibi. Onlar da biz Rusya Müslümanların kazangan tecrübelerimizni de öğrenmeye ve onlarını öz devletlerinde çalıştırmaya düşünürler.
Қырым сакинлері муниципалитетлерінің юлбашчыларыны интернет вастасынен сәлі жақлар намзетлерінің профессионал кефетлеріне жюри азалары қимет кесежек. Оларының сырасында регионда кураторлық еткен вице-премьер олажақ. Комиссияларының отырушлары енді бүгінден башланды. Еш графигінен Жумхуриятымыздың акимет порталында танышылмаға мүмкін, бұнен берабер туплашыларының жанлы яйыныны көрмеге ве рейбермеге мүмкін олажақ. Бұндан сон комиссия муниципаль идарелерінің мебусларына намзеттен бұрыне рейбермеге теклиф етежек. Ахмеджет мемуриетінің елбашчысы вазифесіне 9 адам идея етте. Шымды конкурс әлявы кечен да бала паркының мудира Антон Якулевич, ичкі саясет малюматве бақ везірі Сергей Зырянов ве шайракметінің сабық ребері Наталья Маленко іштірак етелер. Хатырлатамыз Маленко бір елдевамында Ахмеджет шерінің башы оларақ чалышты конкурсанды ярын кечірілежек. О Крым 24 телеканалының жанлы эфирінде ве Жумхуриятының порталында яйнланacak. Сақ районын Новофедоровка көнде бала бақчасы açılды. Бұй армадамызда мектептен евел мөйсеселері арасында ең бұйығыдар. Сокол адлы мөйсесе 350 баланы сығдырacak. Тантаналы açылывда бізім мұхберлеріміз де бұлындылар. Ольга Александровна! Құруджилық ве мемарлық везірі Михаил Храмов бала бақчасының мудирі Ольга Коркинаға анақтарларыны тұттыра. Енді мектептен эвелке муйсенің қапылары юзлерджі бала үшін ачық. Здесь, к сожалению, тоже был недобросовестный подрядчик, который его достроил и бросил. В тот момент, когда начали выявляться гарантийные обязательства, когда у нас тут просел асфальт, когда у нас выявилось, что детские покрытия были запроектированы с нарушением требований Санпина и приходилось все это исправлять, он, к сожалению, ушел в кусты. Жумхуриятымызда яшаған құруджиларының күчлерінен эпсі бозуларыны доғырттылар. Балалар үшін келешіклі шарайет яратылды. Бұ кеніш ойын одалары, ятақ ерлері, зимани ве ашхане ве чамашыр ювылған ерлер. Бұ ішлерге Жумхури бюджеттен қарарнен 300 миллион рублей айрылды. Первый сад такой емкости, который мы сдаем, обычно сады у нас составляет 220-260 мест. По площади он довольно-таки большой, более 1,5 гектара земельный участок. Будете сюда ходить? Да. Утром маме не будете говорить, не пойду в сад? Татьяна Зайцева Сокол адлы бақчада тербиеджи олып чалаша боле бұйық лейха амерге кечірілгенне қованғаныны айта. Это настолько яркий, настолько светлый, настолько праздничный. Яны бала бақчасында ерлер чоқ невбете тұрғанларының епсіне етер. Бұ әм ясли группаларына, әмде уйкен группаларға қатнамаға істеген балалар үшін. Я была на открытии многих садов. Хочу вам сказать, что это один из лучших детских садов нашей республики. Потому что даже в столичном городе нашем не каждый может похвастаться наличием такого сада. Бала бақчасы 2022 сенесіне же Қырым Жумхурияты ве Ақяр шерінің иштимай иқтисади инкишафы адлы федераль мақсадлы программа чечевесінде құрылды. Елінің соңына же да 4 бала бақчасы açılacak. Наджия Исаева, Диана Бекмаметова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Ел тамираты мектептің реконструкциясы жематнық летінен теменлев көйлерінің газификация культін шатларының абаданлаштырылуы. Ахмечет районын бұл проблем суалері Девлет комитетінің топлашывында музакиретілді. Язда бұл меселелеріні Керлевуд вен Новоульяновка көйлерінің сәкенлері Госкомнац реберлігіне сеслендірген әділер. Меселелерінің чөзілігі насыл басамақта олғанын ақында бұғын ерлі сәкенлер комитетте тариф аттылар. Все эти вопросы взяты под личный контроль, будет сформирован протокол, который будет направлен в администрацию и в те или иные министерства ведомств. В совещании приняли участие как Министерство топлива и энергетики, ресурсно-снабжающие организации, Министерство образования и администрация Черноморского района. По итогам данного совещания запланирован выездной прием граждан на следующей неделе председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений. Ахмечет районын сәкенлерінен кечірілеже көрішівнің вақытыны кележе хаберлер яйныларымызда ве Госкомнацының шақси сайтында тапмаға мүмкін. Сусыз, газсыз ве дамы су ақызған евде. Бойле шарайты солар көнде селимовлар қорантасы 20 елдан зияде яшай. Елі яшлы қадының нефақасы атта аш суға етмей. 1956 жесенесі құрылған евде 4 адам яшамақта. Бұл қадын ұзу, оның қызы Севиля ве екі тұрыны. Мұғбіріміз Мухаммед Киряев о мұшкул вазиетіні көрді. Сув ақызған таван, эшілген сыва, веттешіклі табан, селимовлар қорантасы бойлы шарайтты яшамаға мечбур.
смотрите, вот, ну получается, вот у нас тут, мы здесь практически не ходим. Здесь зимой крысы вылазят, мыши, поэтому, ну, здесь зимой просто даже сложно представить, что здесь ждет нас зимой. Вот. Уч аявелісі Гүлнар қанымның қызы Севиля екі баласының анасына соллар көйіне көчіп келді. Ана ватанына қайтмақтан әвел Севиля Украинаның Херсон шәрінде яшайды. Ама оның ақайы евден қуған сон Севиля анасына евіне қайтып келді. Сколько денег нужно для того, чтобы... Ну вот для начала, чтобы документы на русский язык перевести, это около 10 тысяч рублей. Севиля Селимова екі баланы тәрбие еті, анасының 8.000 нефақасы атты ашай ичмеге етішмей. Ішке есе қызны Украин паспортынен бір кімсе алмай. Вот эти наши временные, наша регистрация, вот нам то, что выдали. Вот до 10 числа у нас ноября здесь мы можем пребывать на законных основаниях. Вот. Ну а по истечению уже ни при каких обстоятельствах нас здесь оставить не могут. Севиляның анасы Гүлнар қаным исе Қырымға Өзбекистандан 1997 сенесі авдет олды. Бір өзі екі баланы тәрбиеледі. Колхозда çalışқан üçün devlet нефақачы қадынға қазайы ev айырды. 50 яшлы қадын екінші группа сақатыдар. Ама бойле алда о соба яқмаға, одын парчаламаға ве сув ташымаға мечбур. Я не помню, чтобы покупали эти дрова. Вот уголь взяли немножко, полтонны, и то в долг. А дровишки сами вот здесь с леса носим, возим на тачечке. И все на этом. Селимовлар Құрантасының азалары яш қыз Жаяв Юров сув ташыйлар. Хойы 1 километр ұзақлықта ерлеші. Қомшылары ярдым етіп оламайлар, чүнки өзлерінің алы бұндан яқшы дегіл. Ама кичкине баланы олған Құрантаны ажийлар. Эта женщина таскает на своем горбу эти дрова. А дрова брать не разрешают. Надо все покупать. Тот же валеж надо покупать. А денег нет, на 8 тысяч рублями они далеко не могут продвинуться. Селимовлар Құрантасына ярдым керек, олар первасыз қалмаған әркезге мұражат етелер. Банк картасының реквизитлеріні ось экранларыңызда көресіңіз. Мухаммед Зикриев, Виталий Голубев, Миллет үшін. Крым хлеб мөсесесінде мексемерлегіні юкселтмек мақсадынен милли леха чалышып башлады. Яңы денашмелер федераль компетенция меркезі реберлігінде Уфақ Данелі Мақсулат цехыне көрсетілді. Бірінші басымақның нәтижелері ақында Султанеси Такаеваның левқасында. Иш тақымының ребері Дмитрий Сенцов Крым хлеб мөсесесінің баш офисінде милли лейханың бірінші басамақ нәтижелері ақта тариф еті. 3 ай давамында бұйық иш бежірілді, цехның диагностикасы кешірілді ве эмек семерлігіні ейлештірілу системасы ишлеп чықарылды. За эти 3 месяца мы оказали по всем основным направлениям адресной поддержки существенную помощь. Темелге федераль компетенция меркезінің усулары қойылды. Уже происходят физические изменения на заводе. Ломаются помещения, переносятся стены. Все для оптимизации. Время, которое затрачивается на загрузку автомобилей, слишком много. Будем все это дело сокращать. Эмек шарайтының эйлештірілуіне яны донатма ярдым етті. Бұл хамырны элнен пайлаштырылу вақытыны эксельтті. И здесь запускается, если вы видите, 2 потока. То есть мы сюда дополнительно ставим, сейчас я вам скажу, порядка 6-7 новых единиц оборудования. Но по факту мы получим более качественную, а главное, более по низкой себестоимости. Вот это очень важно, то, что себестоимость снизится выпускаемой продукции именно цехами укороченных изделий. Это маржинальная продукция. Энді истисал олынған масулатның 90% автомат режиміне кечірілі. Крым хлеб için бұл технологик адым дей мөссенің мүдері. От цехте пішірілген татылықларының чешетлері артты деп қошты. Мы ввели новые виды пирожка. Если мы начинали с 4 видов, когда запускали его в феврале месяце, этой линии, это куплены были новые линии непосредственно Росмиксовские. Сейчас уже порядка 9 позиций, и я думаю, что мы увеличим еще. Müessesinin esas maqsады masraflarını eksiltmek ve otmek fiyatlarını көтермемектір. Мында çalışkan xadimler епісі tutumlu istisалнен yaxşı tanışlar. Сами представители ФЦК, Федерального центра компетенций, приезжают на предприятие на начальном этапе, обучают, рассказывают. И уже непосредственно специалисты, сотрудники предприятия, обучившись, уже дальше распространяют свое обучение на персонал. И тем самым реализуется проект.
Крымхлеб тешкилаты Кырымда Милли лиханын амелге кечирилуі үшін бірінші мейдан олды. Илк басамақ муафақиетлі кечті федераль компетенция мерkezінің экспертлері 6 ай давамында эмек семерілігі 30%-ға артажақ деп тахмин етелер. Яны усуллар муэссиясының қалған филиалларына да көрсетілежек. Султаниста Кайва, Эрвин Миралиев, Миллет үшін. Бүгін Қырымда бірінші сефер белкемі кей апылған уникаль амелият кечірділер. Евелер амында боле усуларақта тек кетапларда язылайды. Омырғанын импульс абляциясы вет транспедикуляр стабилизациясы қында София Шукурова девам ете. Ахмеджетнің 6-й санлы хастаханесінде ятхан Ольга Юсикова зорнен юре. Балалықта ол гимнастиканен оғрашайды. О вақыттан берлі омырға ағырсы қайнай. 9 ел әвел сақадынға имплант қойылды, амашымда ағырлар кене пейда oldu. Начали очень сильные боли, ноги начали болеть, начали, в общем, там по врачебным показаниям, что нужно делать вот эту вот уникальную операцию, которую пробуют в Крыму. Я согласилась на нее, потому что я знаю, что все новое всегда должно быть на высоте. Я не надеюсь, я знаю, что будет все хорошо. Дабыр хаста сервер куркчева, ки автоавельсы хазаха охрады, нетеджиде умырғасыны сындырды. Сейчас не хожу, а надеюсь, после операции буду ходить. Экимлердің статистикасына көре омырға ағыртысына зиядеже яшылар шекайет етелер. Остеохондроз, веспондиялар, артроз кібі хасталықлар олғанда енді амелиятлар скальпельсіз япыла. Многих пациентов, которых мы, в общем-то, видим, да, и которые, казалось бы, нам нуждаются именно в открытой хирургии, да, выполнении более, скажем так, травматичных оперативных вмешательств. Но в то же время, выполняя вот эту минимальную инвазивную манипуляцию, да, мы решаем эту проблему, да, без операций, по сути, да, без открытой, без более травматичной операции. Санкт-Петербург шерінден келген Қырым әкімлердің үждешлері елда 2000 бұл кібі амелият кечерелер. Обел кемектеки ағырны унутмаға имкан бере. Амелиятқа 15 дақадан 1 саат қадар вақыт кете. Амелият бүтінлей қансыз кече. О зиядеже санчыға ошай. 1 миллиметрден инже электродлар ағыры еріне санчыла ве юксек сықлы генерация ярдымынен сыныр ағыртысы тоқтатыла. После того, как мы устанавливаем электрод, после того, как мы провели при помощи этого аппарата сенсорную, моторную стимуляцию, все, собственно говоря, воздействие, все управление происходит именно при помощи этого аппарата. Портатив аппарат амелиятханеге қойылмасы мүмкін. Электродлардан ибарет. Сон келері адымның ағырған еріне қойыла. Важно понимать, куда мы установили электрод, и, как правило, позиционирование вот этих электродов, оно контролируется не только под рентгеновским контролем, не только специальной сенсомоторной стимуляцией, которую мы проводим во время операции, но и непосредственным контактом, речевым контактом с пациентом. Мы подходим к маленьким веточкам нервов, которые нервируют различные отделы позвоночного столба, чаще всего это суставы межпозвонковые, и воздействуя на эти нервы, в общем-то, избавляем пациента от болевого синдрома. Қырым тибиеті үшін дабыр янылық бұл омырғанын транспедикуляр стабилизациясыдыр. Были амелияттан сон ятхан хаста аяққа тура. Это делается операция на позвоночнике. Это все-таки открытая операция, но выполняются небольшие разрезы, порядка 1,5–2 сантиметров. Вводятся в тело позвонка специальные спицы, и по этим спицам туда устанавливаются транспедикулярные винты. Через 3–4 дня мы этих пациентов выписываем. Обычно это так и происходит. Шынды Қырымда 8 нейрохирург екімі яны усул бойынша бөлге ала. Санкт-Петербургтан келген тәжірибелі зенадашларының незареті алтында олар 20 амелият кечережеклер. Для Крыма это уникальная операция. Аппарат у нас остается для того, чтобы мы внедрили эту методику еще на несколько недель. И по программе Минздрава предполагается его закупка в следующем году. Русияда были амелиятлар бүтінлей бедава кечерели. Энді Қырымлылар үшін де были имканлар açıldı. София Шукурова, Гирай Абдулаев, Миллет үшін. Ахмездетте Қырым футбол бірлігі премьер-лигасы чемпионатының 11-ші туры кечті. Учек есабы елі ғалибена Ахмездетлі Таврия тақымы елде етті. Матч Фиолент стадионында кечті. Қызылташ футбол клубының вице-президент Эльдар Яячик айтқанына көре футболчылар пек яқшы ойнадылар ве ғалибеге пек яқыныдылар. 2/3 матча вообще сегодня лидировали. Первый гол забили, и второй гол после первого забили. Задача попасть в призеры. Будем стараться, усиливаться. Впереди еще много игр. 30-64 дақыларда Таврия тақымының қапуларына 2 голны Даниил Наговицын орда футболчыларына омыр арқадашына ве яңы доған қызына бағышлады.
Одна из лучших наших игр была. У нас тем более было не полный комплект. Ну, можно сказать, 13 человек мы играли сегодня из 18 возможных. Все парни молодцы, выдали максимум своих возможностей. Кто-то там перед игрой уколы ставит, выходит, но иногда так бывает, что не все в наших руках оказывается. Келечек матчта бақчысырайлылар Инкам спорт командасына қаршы ойнайжақлар ойын ноябрьнан учунде ханелі көнде олып кечечек. Гагарина соқағында тамирішлері кечірілгені себебінден троллейбуслар елу дені шежек. 9 санлы жема транспорты 9 ярымға жиқатнайжақ. 6 санлы троллейбус 23 ярымға жевек Куйбышева мейданына жиқатнайжақ. 5 санлы жемат нақлеті Загородный, Кичкемецкая, Куйбышева век Куйбышева мейданы маршрутында юрежек. Шымдықы дақаға бұл епсі хаберлер келечек енімізні 21 бұчықта қачырманас хайырлы ақшамлар.